Мгм. Так. Саламатсыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бәрі жақсы ма? Дайындықтарыңыз қалай? Мгм. Барлықтарыңыз екі ұбт-ға да тіркелдіңіздер, иә? Мгм. Так. Аха. 25 май, вальс деп дайындалыватсыздар ма, әлде дайындық бәрін аяқтадыңыздар ма? Эфирді соңында айтамын, сақтала ма, сақталмай ма? Сол үшін соңына дейін қатысуға міндеттісіздер. Саламатсыздар ма? Кәні қосайық барлығыңыз. Мгм. Дайындық енді басталады дейді. 25 май болмайды деп жатыр ма? Қалай болып жатыр? 25 май. Мгм. Иә, 23-24-не өткізіледі деп жатыр, иә. Мгм. Оның өзіне үлкен, оның өзіне үлкен не ау, иә? Үлкен болып өткізілмейді ау. Осы суретіңіз өзгермейді, иә, адалсыз дейді. Болды, келесі жолы өзгертемін енді, толғанай айтты. Сіздер жалпы анау онлайн басталған поколениесіздер ғой, 7 класс онлайн оқып ше, химияны онлайн оқыған сол сендер емес па? До конца сондай болыватыр ғой сендердікі. Так, 39 адам болдық. Так, бастай береміз ба, дайынсыздар ма? Пакизат апайларды тыңдаңдар, жалпы кураторларын тыңдаңдар. Сендерге ешқашан жамандық тілемейді, барлығы жақсы болсын дейді. Ол кісілер бұндай жолдан өтіп кеткен. Сол үшін сендерге сол қиындықтарын барлығын алдын ала ескертіп отырады. Сол үшін кураторларыңызды тыңдаңыздар. Да, капитан. Ал, кеттік ал. Жақсы, бастайық. Сіздер чатқа жазып отырасыздар жауаптарын, иә? Микрофонды барлығын өшіріп тастадым мен өйткені. Мен ғана сөйлеп отырайын деп. Әйтпесе сендер менен бір жауабын айтып қойып, мені сөйлетпей қоярсыңдар. Ал, кеттік. Бісміллә деп бастайық. Бірінші тапсырма 20% 100 грамм натрий гидроксидін бейтараптау үшін 25% 250 мл, тығыздығы 0,98 грамм миллилитр күкірт қышқылы ерітіндісін қосты. Ерітіндіде артық қалған күкірт қышқылының массалық үлесі. Олеум 5 қой бұл. Бұл оқушылар айтпақшы мынау жаңа отоның платный нұсқасы бар ғой. Сол платный нұсқасының тапсырмалары. Ал 20% 100 грамм натрий гидроксиді. Кеттік. Бірінші 100-ді көбейтеміз 0,2-ге, иә? Тең 20 грамм. Бұл натрий уаш қой. Сразу несін тауып тастаймыз, молін тауып тастайық, иә, бұның, иә? Натрий уаш тең, мынау натрий уаштың ерітіндісі ғой. Жоқ, тазасы дегенім. Ерітіндісі 100 екен ғой. 20-ны бөлеміз 40-қа, сол кезде неше моль шығады? 0,5 моль шығады. Ілесіп отырыңыздар. Енді натрий гидроксидін мольға айналдырып алдық. Енді мынау 25%-ға 250 мл тығыздығы осындай күкірт қышқылының молін табуымыз керек. Ол үшін үшінші масса ерітіндіні тауып алайық. Ерітіндіні табу үшін 250-ді 0,98-ге көбейтеміз, иә? Яғни тығыздықты көлемге көбейтеміз.
245 грамм шықты. Міне бұл ерітінді, ішінде плюс не бар? H2SO4 бар. Осының ішінен таза H2SO4 табамыз енді. H2SO4 тазаны табамыз. Сол кезде 245-ті не істейміз? Көбейтеміз 0,25-ке. Сол кезде неше шығады? 61,25. Дұрыс. 61,25 грамм. И осыдан 5-ші молын тауып тастайық енді осы H2SO4-ті. 61,25-ті бөлеміз 98-ге. 0,625 моль шықты. И енді бейтараптау үшін десе реакция жазамыз ғой енді. Натрий OH плюс H2SO4 бағдарша натрий 2,4 орта тұз шығады, H2O. Так, мынаның алдында 2, мынаның алдында 2 бар. Енді артып қалған күкірт қышқылы деп өз есептің шартында да айтып тұрық. Күкірт қышқылы артып қалатын түсінікті ғой, Так, мынау 0,5 моль демек, натрий OH 0,5 моль полный түседі да. H2SO4-тен қанша жұмсалады? Сол кезде алды 1 болса, оқушылар, жартысы 0,25 моль жұмсалады. Сол кезде плюс мынақты H2SO4 артылып қалады. Ол артық H2SO4 қалай табамыз? Қолымызға берілген 0,625-тен азайтамыз реакцияға түскен 0,25-ті. Сол кезде 0,375 деген сан шықты ма сіздерде? Моль. Мінекей. Енді осы артып қалған H2SO4 не істейміз? Массаға айналдырамыз. 6-шы 0,375-ті көбейтеміз 98-ге. 36,75 деген сан шықты ма сіздерде? Сонда мінекей, 61,25-тен 36,75 артылып қалды. Осы артылып қалғанның ерітіндідегі үлесі дейді. 7-ші ерітіндіні қалай табамыз? Екі ерітінді бір-біріне қосуымыз керек. Бірінші натрий гидроксид ерітіндісінің массасы бізде 100 грамм болды. Ал екінші мынау 100 грамм. Ал екінші ерітінді ол мына 250-мен, яғни В мен Р-ны көбейткенде не шығып тұр? Масса ерітінді шығып тұр. Ол бізде 245. Сол кезде 345 грамм ерітінді. Осының ішіндегі үлесі ғой H2SO4-тің. Енді 8-ші омега пайыз H2SO4 артығы тең 36,75-ті бөлесің 345-ке. Көбейтесің 100 пайызға. 36,75 бөлінген 345, 10,65 деген жауап шықты ма сіздерде? 65 пайыз. Мінекей, демек бізде С жауабы дұрыс. Мен мына жерде Бағжан, Денизаны ғана есеппен ілесіп отырған көріп отырмын, қалғандарыңыз қайдасыздар? Так, сұрақтарыңыз жоқ шығар, кеттік әрі қарай. Күшті тотықтырғыштар. Тотықтырғыш деген нені береді оқушылар? Мынау тотықтырғыш десе, қалай таба аламыз? Қалай таба аламыз? Енді жауабынан бұрын тотықтырғыш десе. Молодец, жоғарғы тотығу дәрежесі. Жоғары тотығу дәрежесі. Демек, енді бізде марганец пен хромға беріліп тұрған үште. Марганец О деген бар, марганец О2 деген бар, марганец 2 О7 деген бар. И сосын хром О деген бар, хром 2 О3 деген бар, хром О3 деген бар. Так, мынау плюс 2, мынау плюс 4, мынау плюс 7. Мынау плюс 2, мынау плюс 3, мынау плюс 6. Енді осындағы мынау ең үлкені тек қана ТШ болады. Ал ең кішісі ол тек қана ТСШ болады. Ал ортадағы ше оқушылар ТСШ-да болады. ТСШ-да болады, ТТШ-да болады. Демек, сендерге марганецтің плюс 7, хромның плюс 6 деген тотығу дәрежесі керек қой. Сонда ол мына жерде ғой деймін, мынау минус 2, мынау плюс 1 болады да калий. Оттектің 4 минус 2 өтсең 8, 1 азайтсаң плюс 7. Мына жерде де сондай деймін, минус 2, 14, мынау плюс 1, 12, 12-ні 2-ге бөлесің, 2 хром болған үшін плюс 6. Сонымен В жауабы деймін. Дұрыс па? Дұрыс, иә? Мынада феррум хлоридін алып тастайсыздар, хромның 2 валентісі ТСШ болып кетеді мынау. Мынаны алып тастайсыздар. Болды? Түсінікті. Келесі.
Ең қиын балқитын металл? Туф, оңай сұрақ кетті, бәрі жазып кетті ғой. Так, молодец, температурасын сұрайын деп отырғанмын. Дәулет жазып жіберді міне. Ең қиын балқитын металл вольфрам 5555 Цельсий градус екен. Кеттік ары қарай. Көрдіңіздер ма, теория жаттағанның пайдасы сіздерге. Так, мына реакция берілген. Реакциясының толық және қысқартылған иондық теңдеуіндегі коэффициенттерінің саны. Ал жаза қояйық. Сіздер менен бұрын есептеңіздер. Иә, ақ жібек жазған екен ғой. Ең оңай балқитын сынап дұрыс. Так, ал кеттік. Бірінші молекулалық теңдеу. Біріне қысқартып толығын жаза берейін мен. Тит. Так, натрий 2С плюс Охо, иондырдат екен ғой сразу. Так, реакция теңесіп тұр. 2 натрий плюс S2 минус 2H плюс 2 хлор минус бағдарша H2S газ ионға ұшырамайды, е газ. И 2 натрий плюс и 2 хлор минус. Хлор аниондары мен натрий катиондары кетеді. Қысқартылған иондық теңдеуде қалды. 2H плюс S2 минус бағдарша H2S. Так. Толық иондық теңдеуде 2 әште 1 бар, 3, 5, 7, 8, 10, 12. 12 нада? Деген жауап. Сосын мынада 4 деген жауап, е? Сонда В жауабы дұрыс. Газ атырамайды дұрыс. Газ, тұнба, су дегендер не істемейді оқушылар? Газ, тұнба, и су. Сосын көбіне оксидтер келіп қалса да ионға ыдырамайды бар. Міне. Кеттік. Аммиактың сулы ертіндісі фенолфталиннің әсерінен таңқурай түске ие болады. Аммиактың сулы ертіндісі деген NH4OH қой, дұрыс па? Бұл әлсіз сілтілік ортаны көрсетеді. Әлсіз сілтілік орта болғанымен таңқурай сілтілік ортада фенолфталиннің түсі таңқурай түске түседі. Дұрыс ол. Егер осы етін қыздырса түсі жойылады дейді. Себебі неде дейді? NH4OH-ты ыдыратсақ не шығады бізде өзі жалпы? Қыздырғанда. Аммиак газы ұшып шығады и су қалады, е міне. Демек, аммиак газы ұшып шығады, сол кезде етінің түсі не істейді екен? Жойылып кетеді екен. Мінекей, А жауабы болады сонда. Келесі. Массасы 12 грамм алюминий оксиді мен мыс 2 оксидінің қоспасы. Қоспа. Натрий гидроксидімен әрекеттескенде 11,25 грамм натрий металлюминаты түзілді. Қоспадағы мыс 2 оксидінің массасы. Так, оқушылар, алюминий 2 қосып берілген и купрум О берілген. Қайсысы әрекеттеседі? Қайсысы әрекеттеседі? И не үшін әрекеттеседі? Иә, алюминий әрекеттеседі. Не үшін әрекеттеседі? Сені қысқартқанда қысқартып бердіңдер, алды. Дәулет дұрыс айтады. Оқушылар екі дайлы болған үшін. Жалпы сілтілермен екі дайлылар әрекеттеседі. Бізде дағы бериллий О, цинк О дегендер бар ғой, сол екі дайлы болған үшін олар негіздермен әрекеттеседі. Ал мына купрум О деген қандай оксидке жатады? Купрум О бізде купрум О негізгі оксидке жатады. Негізгі оксидке жатқаны үшін ол негізбен әрекеттеспейді. Екі дайлы оксидтер ғана әрекеттеседі. Кеттік, ал алюминий 2О3 плюс натрий OH ертіндісі емес бұл жерде. Металлюминат шығып тұр деген. Металлюминаттың формасы қалай еді? Металлюминат дұрыс. Натрий алюминий О2 и плюс не болатын еді? Сутек газ болмай ма? Су болатын беді. Мынаған не қойсақ, мынаған не қойсақ. Так. Я, су болады екен. Натрий алюминий 2, оттек 5, сутек 2 теңесті, е? Жақсы. 11,25 грамм натрий металлюминат шығардық. Так. Пропорция ма, мольмен қайсымен шығарамыз? Мольмен шығарайық дейік. Ал кеттік ал. Мына 11,25 натрий металлюминатын моль зат мөлшерін табайық.
11/25-ті бөлеміз эмері. Натрий алюминий O2-нің. Есептеңіздер. Қанша дейді? 23, 27, 32, 82 дейді. 11/25 бөлінген 82. 0,137 деп ала берейік. Мынау 0,137 болса, моль болса. Соны не істейміз? Сол кезде 2-ге бөлмейміз ба, иә? 0,0685 моль шықты ма? И осыдан масса алюминий көш табайық енді. Алюминий көштің эмерін білемін, 102 тұғын ол. 102-ге 6,99, 7 грамм деп алсам бола ма? 7 грамм. Енді бүйте салуға болады. Бізде мыс екі оксид сұрап тұр ғой. Бірақ алюминийдің үлесін таба беруге болады. Алюминий оксидінің 7-ні бөлеміз общий 12-ге. Көбейтеміз 100%-ға. 58-де 33 шықты. Енді масса нені табу үшін, көпір молын табу үшін не істейміз? 100-ден шегере саламыз, болды. Бірде ойбай, бізден оқушылар масса сұрап тұр екен ғой. Мен үлесін тауып кетсем. Жақсы түсінікті ғой. 41-де 67%. Көбіне қоспада үлесін сұрайды да. Соны үйреніп қалғанбыз ғой. 7 грамм болса, көпір қанша болады? Көпір 12 минус 7 тең 5 грамм. Мінекей. Сұрақ жоқ деп ойлаймын. Кеттік ары қарай. Реакция жылдамдығының лимиттеуші сатысы дейді. Лимиттеуші сатысы деген. Лимиттеуші сатысы. Бұл нақты қай кітапта жазылған ұмытып қалдым, бірақ 10-ның бірінші бөлімі ма, екінші бөлімі ма сонда жазылған ау деймін. Нақтысын білмеймін. Бірақ қай кітапта жазылған. Бірақ лимиттеуші сатысы деген енді реакциялар бізде 2-3 сатыда жүреді ғой. 3 мысалы 4 сатыда жүруі мүмкін. Сол 4 сатының ішіндегі ең баяу жүргені қайсысы болса, сол сатысы лимиттеуші саты болады. Демек, В жауабы дұрыс. Бұйырса оқушылар база демекші, алдағы уақытта өткен 7-нің куизін тапсырдыңыздар ғой. Сол секілді 8-ден куиз тапсырасыздар, дайындала беріңіздер. Куиз тағы да алғашқы топ 3-тікті анықтайтын боламыз. Дайындалып жүріңіздер. Содан 9, содан 10, содан 11 деп бүкіл теорияны жаттайсыздар. Әрине. Келесі. Зат мөлшері 4 моль тұз қышқылының массасы. Ашық хлордың массасы. 4-ті көбейтеміз 36-да 5-ке. Неше шығайын деп тұр сол кезде? 146 грамм ба? Мынадай сұрақтар келсе, иә? Бақыттысыңдар ғой, иә, оқушылар? Массасы 61,2 грамм натрий стеаратымен әрекеттесетін. Натрий стеараты деген формуласын жазып жіберетіндер бар ма екен? Натрий стеараты. Натрий стеаратының формуласы қандай еді? Күтіп отырмын сіздерді. Молодец. С17, H35, СОО натрий, иә? 20%-ды осындай тұз қышқыл ерітіндісінің көлемі. Так, көлемді сұрап тұр. Бірақ бізге тығыздық беріп қойған. Сол үшін біз бірінші не табуымыз керек? Масса табуымыз керек. Так, С17, H35, СО натрий плюс H хлор. Иә? Так, осы кезде не шығады бізде? С17, H35, SOH плюс натрий хлор. Так, мына молін таба салайық. 61/2-ні бөлеміз нешеге? 12-ні 17-ге көбейтеміз да, 35-ті қосамыз, оған 44-ті қосамыз, оған 23-ті қосқанда 306 шықты ма сіздерден? Нөл екі моль шықты ма? 0,2 моль болса, H хлордан 0,2 моль болмай ма, иә? Демек, масса H хлор. Қалай жасаймыз әрі қарай табу үшін 0,2-ні көбейтеміз.
7-де 3 грамм, дұрыс. Енді осы 7-де 3 грамм таза аш хлор. Ал бізден нені сұрап тұр? Ерітіндісінің сұрап тұр. Енді не істейміз оқушылар осы жерде? Ерітіндісін сұрап тұрса, ерітіндісін сұрап тұрса не істейміз? 7-де 3 грамм ол таза, мынау тұр міне 20% деп тұр. 20%. X грамм 100% пропорциядан нені табамыз? Ерітіндіні тауып аламыз. 36-да 5 деген жауап шықты ма сіздерде? Мынау ерітіндінің массасы. Бұл ерітінді. Енді жүрек формула бар емес, М бөлінген В деген. Осыдан В-ны тапқанда М-ді Р-ға бөлмейтін бекпіз, иә? Сол кезде мынау ерітіндінің массасы ғой, масса деген. 36-да 5-ті бөле қоясыздар, тығыздығыңыз 1-де 10-ға. 33-те 18 деген жуықтап 33-те 2 деп алып тұр ма? Миллилитр. Жауап да. Тамаша, кеттік әрі қарай. Біріншілік амин. Біріншілік амин. Так, этиламин. С2H5NH2. Три деген сөз тұрса не деген мынау? Так, мына мына жаққа жаза салайын. CH3 метилдан үшеу дей ма? И еще былай ғой бұл. N міне. Немесе жинақтап CH3-тен үшеуі бар дейді да, N деп қоя салуға болады. Дұрыс. Келесі D деп тұр ғой, D деп тұр міне. D десе ол диэтиламин С2H5, С2H5 и не болады? NH болады мына жер. С2H5-тен екеуі бар дейді да, и NH деп қоясыздар мына жерге. Диметиламин дейді. Диметиламин десе CH3, CH3 былайда NH немесе CH3-тен екеуі бар и NH деген. Біріншілік десе, бірақ радикал бар деген сөз ғой. Демек бізде А жауабы. Немесе былайда түсінуге болады, аминдер аммиактан шығады да ол. Аммиактан амин шығады. Аммиактың формасы NH3 емес па? Енді қараңыздар. Бұл NH2 болып қалса оқушылар. NH2 бір сутектің орнынан басса біріншілік мынау. Біріншілік. Ал екі сутек кетсе NH болып қалмай ма? Ол екіншілік. Мынау тұр NH, мынау тұр міне NH. Ал үш сутекті де жіберсе М болып қалмай ма? Ол уже үшіншілік болады. Мысалы мынау тұр үшіншілік. Көрдіңіздер, осылай да түсінуге болады. Келесі. Д элементтер қатары, яғни бізде қосымша топша металдары. Мынадан натрий алып тастауға болады, мынадан литий, мынадан кальций алып тастауға болады да. В жауабы деп ойланбай жауап бере салуға болады ғой бірден. Тамаша. Сумен әрекеттесетін қосылыс. Оқушылар суда енді әрекеттесетін деген қалай түсінеміз енді? Сумен реакцияға жүреді. Әрине кальций оксиді сөндірілмеген әк емес па? Кальций О әкті сөндіру үшін қаппен әкіп келеді да, бөлшектің ішіне су әкіп құяды да, су жібереді, сол кезде реакцияда не шығады? Кальций OH2. Мынау сөндірілген әк, ал мынау сөндірілмеген әк демек, В жауабы дұрыс. Ацетиленнің гидрлеуінде құрамында бір пи байланыс үзілгенде түзілетін зат ацетиленнің гидерленуі. Так, С былай жазып қояйық. С H жинақтап жасап берейік. H гидерленді дейді. Гидерленді болса сутек қосамыз ба? И сол кезде бір пи байланыс десе оқушылар, мынау сигма деп қояйықшы. Мына бір пиді ғана үзеді. Сол кезде көміртек пен көміртек арасында қос байланыс қалады міне. Мынау сигмасы, мынау пи қалды. И сол кезде екі сутек емес мынау. Екі сутек екі жаққа бөлінеді ғой. H2. Атауы этен немесе этилен. Дұрыс па? Балзияның дауысы әйтеуір әр жерде шығып қояды әйтеуір. Хлор анионы күміс катионмен біріккенде түзілетін тұнбаның түсі.
ақ іркілдек болу керек, қателеспесем. Сондай тұнба ма еді оқушылар? Ақ іркілдек. Келесі. Тотығу дәрежесі +4 болатын көміртектің қосылысы. +4. CH4 +1 -4. CO2 -2 +4, иә? Электр тесті кіші болғандығын емес, В-сы. Неғып сіздер А-сы деп қателесіп жатсыздар? Осы сұрақтан қате жібересіздер. С2H4 деген байсалға болады оқушылар, ашып міне. Мына жерде сутек +1 болады ғой. 2 көбейтесің, анау сөзде көміртек -2. +1 -2 міне. Органика осылай таба береді. Так, одан кейін алюминий 4С3 дегенде қайсысы күшті электр тесілігі? Сол минус болады. Мынау көміртек күшті ғой, -4, мынау +3 береді, болды. Ірімшік тәрізді. Иә, дұрыс. Мынаны өшіре салайын онда. Ақ іркілдек кремний қышқылы ма еді? Так, мына жерге ірімшік деп қояйық оны. Келесі. 30 грамм сірке қышқылы этил спиртінің артық мөлшерімен әрекеттескенде 22 грамм эфир алынды. Осы өнімнің практикалық шығымы. Так, сірке қышқылы CH3 COOH плюс этил спирті. Сіздер сірке қышқылының молін таба беріңіздер. Сол кезде мына C2H5OH мына H-тың орнына барады ғой. Сол кезде CH3 COO C2H5 думан, молодец. Плюс H2O. Мынау сірке қышқылының этил эфирі атауы. Қышқылының этил эфирі. Немесе этил ацетат болады атауы. Енді осы жерде мынаның молін таптыңыздар ма? 0,5 шықты ма? Оқушылар, 0,5 моль болса, мынау да 0,5 моль болады ғой. Енді өнімнің не істейміз? Масса өнім табатын болсақ, МР қателеспесем 88 болу керек осының. Сол кезде 44 грамм. Енді мына 22 грамм деген қандай масса есептің шартында берілген? Есептің шартында берілетін масса қандай масса оқушылар? Есептің шартында берілетін масса. Естеріңізге сақтаңыздар, есептің шартында берілетін масса ол практикалық масса. Ал сенің реакциядан тапқаның, реакция жазу арқылы тапқаның ол қандай масса? Ол теориялық масса. Енді шығымды табу үшін практиканы теорияға бөлмейміз ба? Практика деген кішісі. 22-ні бөлесің 44-ке, көбейтесің 100-ге. 0,5 шығады, и қайтадан содан 50% шығады. Шығымы да 50% бұның. Келесі. Құрамы 70% метан, 20% этан, 5% пропан, 5% бутаннан тұратын 1 метр куб табиғи газ. Табиғи газдың ішінде оқушылар бәрі бар. Метан, этан, пропан, бутаннан тұрады. Жұмсалған оттектің көлемі. Демек, 1 метр кубтың 70%-ын тапсаң 0,7 бола ма? Метр куб. Мынау 0,2 метр куб. Мынау 0,05 метр куб. Мынау 0,05 метр куб бола ма? Дұрыс па? Барлығын МР есептеу керек, сосын балық болып шықпаймыз деп бәрін сосын қосамыз дейді. Так, МРдің қажеті жоқ ешқандай. Метан CH4 плюс O2 бағдарша CO2 плюс H2O. Теңестіргенде мына жерде 2, мына жерде 2 болады. Көлемді қатынас заңымен шығаруға болады. Метан 0,7 метр куб болса, оттек одан моль секілді ғой, 2 есе көп болады ғой. 2 есе көп болса, ол 1,4 метр куб болады. Міне, осылай табасаң болады. Келесі, этан жағасындар. Бәрінен не шыға береді? CO2 плюс H2O шыға береді. Көміртектің санымен теңесіп кете берсең болады. 3, мынау сол кезде мына жерге 3,5 қоясың ба? 3,5. Мынау 0,2 метр куб болса, мынау 3,5-ға өйтсең оны 0,7 метр куб бола ма? Дұрыс па оқушылар? Жазып отырыңыздар. Мен калькуляторсыз есептеп отырмын. Одан кейін пропан. C3H8 плюс O2 бағдарша CO2 плюс H2O. Так, теңестірсек көміртек 3, мынау 4, мына жерге 5 қойсақ, мынау 0,05 метр куб болса, оттегің 0,25 метр куб бола ма?
Одан кейін бутан С4H10 плюс O2 бағдаршы СО2 плюс H2O. 4, 5, 8, 13, 6,5 ба? Так, мынау 0,05 болса, 0,05 6,5 өтсең, 0,325 па? 0,325. Енді оқушылар, мына бүкіл көлемін қосып шығасыздар ғой оттектің. 1,4 қосылған 0,7 қосылған 0,25 қосылған 0,325 тең неше болады сол кезде? 2,675. Мына берілген бірінші бүйттік қой, 1 метр кубтың 70% деді ма, 0,7-ге көбейттік. Сол кезде 0,7 метр куб шығады. Бұл метан. Бәрін осылай тауып шығасың ғой. И сосын моль сияқты қылып, мынау 0,7 болса, мынау алдында 2 тұр ғой, 2 есе көп, 1,4 қылсаң болады, дәл моль сияқты есептеп. Мына жерде мынау 0,2 ма, алдында 3,5 деген санға көбейтіп, мына жерге 0,7 қылсаң болады. Көлем беріліп, көлем сұраса осылай есептейсіздер оқушылар. МР ештеме керек емес ол жерде. Көлемді қатынастырсаң ең оңай есептеу жолы бұл. Короче, бір заттың көлемін беріп, екінші бір заттың көлемін сұраса реакция арқылы. Кәдімгі моль сияқты тауып кете бересіңдер ғой. Түсіндіңіздер ма? Сұрақтардан соң сұрап алыңыздар. Сұрақ бар ма? Сұрақ. Иә, осылай шығарыңыздар көлемдермен, дәл моль сияқты. Бұл бірақ көлем беріліп, көлем сұраған жағдайлардан орындалады. Ал бір заттың көлемін беріп, екінші бір заттың массасын тап десе, ол кезде мольға айналдырып барып шығарасыңдар. Келесі пластинка. Біз енді почти барлық оқушылар пластинканы аяқтап тастады. Массасы 53 грамм темір тақташасын мыс 2 сульфатын ерітіндісіне батырып, кептіріп өлшеген тақташаның массасы 54,5 грамм болған. Тақташаға қойылған мыстың массасы. Так, пластинка өзгерісін қалай табамыз оқушылар? Өзгерісін қалай табамыз? Пластинка өзгерісін. Пластинка өзгерісін қалай табамыз? Бетіне қонғаннан, так. Ол да болады оқушылар. Немесе мына жерде тұр ғой. Мынау после 54,5. 53 деген до. Содан да таба салуға болады ғой. 54,5-тен азайтасың 53-ті. Сонда сенде өзгеріс 1,5 болып тұрған жоқ па? Дұрыс па? Дұрыс. Енді реакция жасайық. Темірді қосты купрум SO4-ке. Сол кезде феррум SO4 қосылған купрум болды. Мынау тұнба. Енді мынау ерітіндіге өткен, ал мынау бетіне қонған. Дұрыс, сіздер жаңа айттыңыздар ғой пластинка формуласын өзгерісінің. Масса бетіне қонғаннан азайтып тастаймыз, масса ерітіндіге өткенде дедіңіздер. Ол дұрыс. Енді іштемесін білмейміз, мынау x моль, мынау да x моль болады екеуі де, иә? Пластинканың өзгерісі бар бізде. Қанша пластинканың өзгерісі? Ол 1,5. Тең. Бетіне қонған массасын табу үшін моль мріне көбейтесіңдер, сол кезде 64x. Анау 56x бола ма? И 1,5 тең 8x. X тапсаң 1,5-ді бөлсең 8-ге 0,1875 моль. Болды ғой? Бұл мыстың да темірдің де молі осы. И енді масса купрум табу үшін 0,1875-ті көбейтесің 64-ке. 12 грамм шықты сол кезде. Мінекей. Иә, есептің жолы көп қой енді. Әртүрлі жолмен шығара берсеңдер де болады. Бірақ бізге осы жол түсінікті. Қай санның қаяқтан шыққан бәрін түсінеміз, сол үшін осы жолмен шығарамыз. Келесі. АИ-93 бензинінің маркасы нені білдіреді дейді. 95 деген бар, 92 деген бар. Оқушылар. Иә, сендерге Зарина үлкен жазып жіберді ғой бірнеше. Қарсыңдаршы. 93 бөлігі изооктан және нормаль гептаннан тұрады. АИ-95 деген заправкада тұрады ғой, білесіңдер ғой. 95% изооктан,
қалған 5% нормаль кетті. Изооктанның пайызы көбейе берген сайын ол бағасы қымбаттай береді. Келесі. Массасы 2,14 грамм магний нитридмен әрекеттесетін тұз қышқылының көлемі дейді. Еще бағанағыдай ғой мынау, иә? Ро беріп қойған массаны табамыз. Ерітінін табу керек мына жерде. Так, мынау магний нитридінің молін табу керек. Зат мөлшері магний нитридінің формуласы қалай еді, оқушылар? Жазып жіберіңдерші кәні. Магний нитриді. Нитрид болса азот болады. Азот 3 валент, оттегі 2 валент. Подсказка айтылып тұр. Нитрид емес балзиян, нитриді. Магний 3, N2 міне. 2-де 14-ті бөліңдер. 24 3-ке өтсең 72, оған 28-ді қоса қойсаң қанша валент тұр? 100 валент тұр ма? Сол кезде 0-де 0 214 мол шықты ма? Енді реакциясыңыздар магний 3N2 қосылған H хлор. Не шығады? Орындарын алмастырып жесе болды ғой. Магний хлор 2 плюс жазыңыздар кәні. Бізде что-то адам азайып жатыр ғой. Ойлаңыз, оқушылар қалай азот қышқыл шығады, оттегі жоқ қой мына жерде. Азот қышқыл шықпайды ғой. NH3 шығады, дұрыс. Енді реакцияны теңестірейік. Магний 3 ма? Мына жаққа 3 қойсақ, мына жерге 2 қойсақ, мына жерге 6 қойсақ теңеседі ау деймін. Енді мынау 0-де 0 214 болса, H хлор табу үшін не істейміз молін? Ой, Дәулетпен ойнамаңдар сендер. Дәулет ертең 50-де 50 алайын деп отыр ғой. 6-ға көбейтеді, сол кезде 0-де 12 84 мол шықты ма? Енді осы жерде масса H хлордың тазасын табайық. 0-де 12 84-ті 36-да 5-ке көбейтсек, 4-те 68 66 деген грамм шықты. Шықты ма? Я кәсіпке көбейттік. Енді осы неше пайыз сіздерде? 5%. X граммың 100%. Осы жерден қазір масса ерітіні шығады. 93-те 732 грамм. Бұл масса, бұл ерітіндінің массасы. Енді ро тең М бөлінген В, В тең М бөлінген ро. В тең 93-те 732-ні бөлесіздер тығыздыққа. 91-де 89 деген жауап шығу керек сол кезде. Мінекей. В жауабы дұрыс. Шықса болды Динара. Келесі. Толуол молекуласы нитрлеуші қоспамен әрекеттескенде электрофильді бөлшек бағытталады. Метамен орто жағдайға, ортомен пара жағдайға, тек мета жағдай, тек орто жағдай. Скрин алып алыңдар, тез. Оқушылар қай жауап деп ойлайсыздар? Әзірге Зарина ғана жазып тұр. В жауап, Ақжібек А жауап дейді. Басқа оқушылар қайда? Дарын С жауап дейді, енді біреу Д жауап деп жазып жүрсе, түгел боламыз сонымен. Балзия Д жауап деді, енді сіздер қараңыздар міне. Бензолдың гомологтары орын басу реакциясына бензолға қарағанда оңай түседі. Толуолды айтып тұр ғой бұл жерде. Гомологы. Бензол сақинасындағы атомдардың өзара әсері салдарынан толуолдың азот қышқылымен әрекеттесу реакциясында орын басу бензол сақинасындағы 2, 4, 6 орто және пара орындарда жүреді. Орто және пара орындарда жүреді. Демек, орто мен параны ұмытпаңыздар. Түсіндіңіздер ма? Иә, ТНТ шығатын реакция бар. Қопарылғыш зат. Келесі.
Сыртқы конфигурациясы n-2 n-5 сәйкес келетін элементтердің ұяластары не деп аталады дейді. n-2 n-5 ол әрине сілтілік металдар емес галогендер, иә. 7-ші топ. Тотықсыздану процесі. Тотықсыздану процесі. Электрон алады ғой, иә. Таңбасына да қарасыңдар болады ғой, құштар. Мынау минус, мынау минус, мынау минус, мынау ғана плюс тұр ғой. Келесі. 190 грамм 2% амин сірке қышқылының ерітіндісімен әрекеттесетін пропанолдың массасы. Так, бірінші 190-ды 0-ден 0,2-ге көбейтіп алсақ, 3,8 грамм ба? Енді амин сірке қышқылы дегеннің формуласы, сірке қышқылы дегенді ойлаңдар оқушылар, CH3 COH қой. И амин деген NH2. Сол NH2 мына CH-тағы бір сутектің орнына келеді ғой. Сол кезде мына жер бүйтіп қалады. NH2 CH2 COH. Глицин, дұрыс айтады. Так, осының молін таба қойық. Глициннің эмері осының 70 қанша еді? 74 деді. Басқа ма? 3,8-ді бөлеміз қаншаға? 75-ке ма? 0-ден 0,5 деп алсақ бола ма? Так, кеттік ал. Амин сірке қышқылы NH2, CH2, COH. Бұл жалпы амин қышқылдары екі дайлы қасиет көрсетеді, қышқылдықта негіздікте, иә. Спирт қандай қасиет көрсетеді оқушылар, біз спирттер? Спирттер қандай қасиет көрсетеді? Негіздік қасиет көрсетеді, дұрыс. Енді қалай болады реакция? NH2, CH2, CO, CH3 плюс H2O. Мына CH3 деген мына жерге барады ғой. Мынау амин сірке қышқылының мынау атауы. Амин сірке қышқылының метил эфирі. Күрделі эфир шығады. Мына көрдіңіздер ма? Эфирлену реакциясына түседі. Енді мынау 0-ден 0,5 болса, пропанол қолдан 0-ден 0,5 болады. Жалпы мына өнім керек жоқ болсын, сіздерге көрдіңіздер ма? Масса CH3OH табу үшін. Так, 12, анау 4, 16, 32 ма? Ойбай, иә. Мен метанолмен кетіп қалыппын ғой. C3H7OH. Мына жерде C3H7. Так, сол кезде амин сірке қышқылының метил емес, пропил эфирі. 0-ден 0,5-ті эмер қанша? Эмер. 60 па? Сол кезде 3-тің 80-і 3-тен 0,4 деймін, 3-тен 0,4 шығар, иә? Өткен 0-ден 0,5 мына жағында сандар болды ғой. Дұрыс қой, кеттік. Катализаторлар. Екінші атауы өршіткі бұның. Реакция жылдамдығын тежейді деген ба? Ата жауабы дейсіздер ме? Тездетеді. Ал тежейтін не еді? Тежейді деген. Мына екеуі бір ғой, иә, жалпы. А мен С жауабы. Ингибитор. Немесе екінші атауы айтып тұр ғой, тежейді деп, тежегіштер. Кеттік. Контекст. Азаты майысқақ, созылғыш, серпімді, үйкеліске төзімді, берік эластикалық материал. Мынадан білуге болады бірден. Мынау каучук екен. Негізінен резеңке және резеңке бұйымдарын жасау үшін қолданылады. Азаттың табиғи қоры шектеулі болғандықтан 1932 жылдан бастап синтез жолымен азат өндіріле бастады. Азатын синтетикалық жолмен өндіру барысында ең алдымен В заты пайдаланылады. В затын алу үшін шикізат ретінде өткірлісті және жағымсыз С заты пайдаланылады. Так. Ал А заты не болады оқушылар? А заты, В заты и С заты. А заты каучук, иә? Нақтырақ айтсақ, ол дивинил болайын деп тұр ау деймін. 1932 жылдан бастап өндіріледі.
Бұл Лебедевтің реакциясына қатысы бар ғой. Демек, В затың сонда қандай алкадиен болып тұр? Бутадиен 1/3. Неге изопрен, Зарина? Ал бутадиенді неден алатын еді бізде? С2H5OH-тан алады. Дұрыс, иә, мынау спирт. Этил спирті. Өткір жағымсыз иісті деген осы. Міне. Сонда С затының молекулалық массасы қайсысы болып тұр? Жауабы 46. Кеттік ары қарай. В заты не болды оқушылар? В заты. Бутадиен 1/3 па? А затына тән емес қасиет. Электрдон өткізгіштік, үйкеліске төзімділік, берік серпімді, майысқақ созылғыш. Электр тоғын өткізгіштік деген, иә. Жалпы резеңке заттар электрдон өткізбейді, білесіздер ғой, міне. Майысқақ, созылғыш, серпімді, үйкеліске төзімді, берік эластикалық материал. Демек, электр тоғын өткізеді деген сөз жоқ қой бұл жерде. Осылай ұстайсыздар міне. Келесі, 23 грамм В заты жаққанда түзілген өнімде 2,5 натриймен өңделгенде бөлінген судектің көлемі. Так, В заты деген бутадиен 1/3 қой бізде, иә. Оны былай ала салуға болады, бутадиен 1/3-ті. Жағыңдар. Так, мынау 4, мынау 3. Дұрыс па? 8, 8-ге 3-ің 11. Сонда мына жерге 5,5 қойсам бола ма? 23 грамм В затының молін табайықшы. Так, 48-ге 6 қоссаң 54 па? Дұрыс па оқушылар? 54, 23-ті бөлесің 54-ке. Жаңа метанол мен пропанол сияқты болып кетпесін. 0,426 деп алайық та. Енді мынау 0,426 болса. Оттек табу үшін не істейміз? 5,5-ға көтеміз, иә? 2-де 343. Негізі өтірден 3 санымен алыңдар балзия. 0,4 емес, 0,426 деп алыңдар. Моль. Енді түзілген, оттек не тауып отырмын мен? Түзілген өнімді натриймен өңдегенде маған су керек екен ғой натриймен әрекеттесетін. Так, кешірім сұраймыз. Осы 0,426-ларыңды көбейтесіңдер 3-ке. 1-де 278. Міне. Осы су әрі қарай әрекеттеспей ме натриймен? Натрий OH пен не шығады еді? H2 шығады, мынадай 2, мынадай 2, мынадай 2. Енді суың 1-де 278 моль болып тұр. Натрийінше 2-де 5-ті бөлесің 23-ке. 0-де 1 ғой почти, 0-де 108. Кішісі мынау ғой. Осымен алып кетесің. И сол кезде сутектің молі жартысы ма осының? Оқушылар. Өткен алдында 1 ғана сутектің. Мынау кішісі міне. И енді осыдан көлемін табу үшін көбейтесің 22-де 4-ке. 1-де 217 дециметр куб деген жауап шығу керек. Так. 1-де 217. Шықмайсыздар бе? Ой, әжептәуір адам азайып кетті ғой бізде. 39 адам қалыпты. Келесі. Әр затта өнімнің шығымы 85% болса, 1-де 7 тонна бутадиенді көксағыз алу үшін жұмсалатын этил спиртінің массасы. Так, этил спиртінен Лебедев арқылы аламыз ғой. С2H5OH-тан алдын 2 қойып жібереміз, ананың С4H6, H2O и H2H шығу керек қой. Мынаның алдына 2 қойып жіберсек, 6, 12 теңесті. Осы С4H6-дан қайтадан алдына N деп қойсақ, С4H6-ны аламыз ғой, міне көксағыз алынды. Енді әр затта өнім шығымы осындай болса 1-де 7 тонна. Так, 1-де 7 тоннаның молін таба салайық. 1-де 7-ні N бутадиенді көксағыз алу үшін С4H6N ғой. 1-де 7-ні бөлеміз нешеге? 54 педі? 0-де
314 моль деп алып кете берейік. Так, оқушылар, мұқашпен шығын беріп берген, олай болмайды бұл жерде. Осы бірінші былай жасайсыздар. 1,7 тоннаңыз 85% шығынмен алынып тұр. Әр сағаттағы деп тұр ғой өйткені. X тоннаңыз сіздің 100%-ға болады. X тауып аласыздар бірінші. Иә, көбейтеді өйткені шығын мен масса беріліп тұр ғой сендерде. 1,7-ні көбейтесіздер 100-ге. И бөлесіздер 85-ге. 2 деген жауап шықпас ол кезде 2-ні бөлесіздер сол 54-ге. 0,0 370 деген жауап шығу керек. Демек, мынау 0,0 370, мынау да 0,0 370. Енді мынаның да шығымы сондай ғой. 0,0 370 молің тағы да 85%, X-ің тағы да 100%. Так, X-ті тапсаң осы жерден көбейтіп 100-ге бөлесің 85-ге. 0,0 435. Бұл моль. 0,0 435. И спиртті үшін 12-ге өтеміз, е? 0,0 870 моль. Енді спирттің несін таба саламыз? Масса C2H5OH табу үшін 0,0 870-ті көбейтеміз 46-ға. 4 деген жауап шықты ма сол кезде сіздерде? Демек, В жауабы дұрыс. Тамаша. Келесі. Целлюлозаның азот қышқылы және сірке қышқылымен әрекеттесуі нәтижесінде түзілген өнімдердің қолдану саласымен сәйкестендіріңіз. Мына жерде не шығатын еді бізде? Үшеуінде орнын басады деп тұр ғой, С6H7O2 NO2 3 плюс 3H2O шығады. Целлюлоза тринитрат. Иә, пироксидин ғой. Мына жерде үшеу ма бұлда? С6H7O2 CH3CO3 плюс 3H2O. Так, айта қойыңыздар. Қопарлық стат, иә? Мынаған А жауабы болады, қопарлық стат пироксилин. Ал мынау В жауабы болады ғой, органикалық шыны. Так, қараңыздар. Мына жерге салып кетті ғой. Тринитрат пироксилин деп аталатын күшті қопарлық стат, ол түтінсіз оқтар жасауда қолданылады. Сонымен қатар целлюлозаның сірке қышқылымен түзетін күрделі эфирлерінде маңызы бар дейді. Так, целлюлозаның одан кейін триацетаты ма? Аха, эфирлерінің маңызы зор. Мысалы, целлюлоза ацетатынан жанбайтын қабыршақ, пленка, органикалық шыны алынады. Дұрыс. Келесі. Тұздың ерітінді электролизінде электродта бөлетін заттар. Калий фторда катодқа не барады? Калий фтор. Катод и анодқа не барады? Калийдан сутек шығады, дұрыс, мынадан H2 шығады. Анодтан фтор анодқа бармайды да су жібереді де одан O2 шығады, дұрыс па? Фторда оттек, дұрыс. Демек, сутек және оттек па? Мынаған бірінші сәйкес келеді, мынаған А жауабы, е? Кальций NO2 ше. Катодқа и анодқа. Кальций бармайды катодқа, орнына су барады да, су барса, катодтан сутек шығады. NO3 оттекті болған үшін бармайды, оның орнына тағы да не барады? Оттек шығады анодта. Сонда бұдағанда А жауап. Мінекей. Екеуінде де сутекпен, жалпы металл белсенді болса, катодқа су барады да сутек шығады. Қалдықтың құрамында оттекті болса, фтор оттектіге кіреді дедім ғой. Сол кезде екеуіне де А жауап болады. Берілген фосфордың екі жетізатының қасиеттеріне сәйкестендір. Ақ фосфор, қызыл фосфор, айтыңыздар. Кристалдық сарымсақ иісі бар, күшті У, қатты емес зат, ерекшесі қасиет, ерекшесі. Ерекшесі. Ақ фосфор емес пе ерекшесі? Мынау А ғой. Ал қызыл фосфор? Қызыл фосфорден қайсысы? Ондақ тәрізді иісі жоқ суда ерімейтін қатты зат болады. Ал мынау екеуі графитке ұқсас жартылай жатады, қара сұр түсті, бұл қара фосфор бұл. Ішіндегі ерекшесі оқушылар сарымсақ иісі бар, улы, қатты кристалдысы ол ақ. Сөйтіп жатты болыңыздар. Қышқылдар мен олардың физикалық қасиеттері арасында сәйкестікті анықтаңыз.
иә, түнде жарқырайды, дұрыс. Аш хлор және H2S4 бірге А жауап болады. H2S4 ше? Иә, мынаған В жауап болады, дұрыс. Май тәрізді деп тұр ғой. Ал енді оқушылар, газ түрінде болатын H хлор дұрыс, мынау H хлор газ, ал H2S4 сұйық болады. С жауабы ше, С. Ылғалды өте жақсы сіңіреді, бұл ауадағы су тамшыларымен қосылып тұман түзеді деген қандай қышқыл еді бұл? Молодец, Бағжан, азот қышқылы. Сулы ерітінде диссоцияланбайтын әлсіз электролит деген қандай қышқыл? Әлсіз электролит диссоциацияға ұшырамайтын қышқыл. Фосфор орташа ол. Диссоциацияға ұшырайды ғой фосфор. Сұлтан, Дәулет, молодец. H2 литиум ош тұнба емес пе мынау? Дұрыс, кремний. Келесі. Енді қараңыздаршы, өзгерістер тізбегіндегі АВ және X заттың атаулы сәйкестендір. Метан жақты СО2 мен H2 болды. СО2 мен H2-ның жарық қатысында не істейтін еді? Оқушылар бізден глюкоза алды. Глюкозаны ашты. Үш ашу бар ғой, спирттік, май және сүт қышқылына. X зат шықты да А қосып, қараңыздаршы, эфир алып кетті. Скрин алып, 1, 2, 3. Иә, сонда сіздің X затыңыз этил спирті болып тұр ғой, этанол. Ал А заты не болып тұр оған қосылған? Сонда X затың С2H5OH болып тұр, ал А затың не болып тұр? Сірке қышқылы, дұрыс. Содан бізден алынып тұр міне. X затын таптық біз, X заты. Одан кейін су қосып қайттан Y затын алып тұр мына жерде. Оған натрий қосылады, H2O натрий. Оған В затын қосып тұр. Так, X заты этанол мен сірке қышқылы мынаған барайын тұр ғой, мынау, иә, В деген, сірке қышқылы мен натрий мынаған барайын тұр ғой, өйткені мына жерде натрий OH қоспайтын бек. То есть H4 пен натрий 2SO3 Дюман реакциясы емес пе мынау? Сол кезде сенің В затың натрий OH болып тұр, ал Y затың не болып тұр? Сірке қышқылы болып тұр ғой қайтадан. Міне. Түсіндіңіздер ме? Келесі. Берілген заттардағы байланыс типтері H2S, H2SO2 ерекшесі қайсысы? Ішіндегі ерекше болып тұрған. Және ол не үшін ерекше болып тұр? Не үшін ерекше? Молодец. Фторсутек ол сутектік, дұрыс айтасыздар. Сутектік. Ал қалған екеуі не болады? Қалған екеуі? Значит, оқушылар біздеше екі жауап кетіп қапты. Полюссіз болу керек қой негізі. Иә. Сутектікке H-фтор, H2O, NH3 және спирттер жататын тұғын, иә? Білесіздер ғой. Сосын салицил қышқыл жатады молекула ішілікке. 37. Бром суын түссіздендіретін заттар. Иә, нуклеин бар. Сосын бізде амин қышқылдарында да сутектік байланыс бар емес пе? Айқаным, бутан несі? Бутан түссіздендірмейді ғой бізде. Бізде қанық бағандар емес па? Пропен, алкен. Пропин, алкин, сосын пропаден, иә? ADF па? Алкен, алкин, алкаден, иә? Дұрыс, кеттік, келесі. Темір 2 сульфаты мен калий гидроксидінің арасына толық және қысқартылған реактивный коэффициенттер. Бағанағыдай ғой қайтадан. Феррум SO4 плюс калий OH бағдарша калий 2SO4 темірдің 2 валенті шығады ғой, өйткені 2 валенті деп тұр ғой, тұнба. Так, мына жерге 2 сонымен болды ғой деймін. Кеттік. Феррум 2 плюс SO4 2 минус 2 калий плюс 2 OH минус плюс 2 калий плюс SO4 2 минус қосылған. Тұнба ион қадырамайды, тұнба сол күйінше қалдырамыз. Кеттік, келесі SO4 кетеді, калий кетеді, феррум 2 плюс 2 OH минус феррум OH2 тұнба. Так, мынауыңыз 4, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 ба?
Оқса сондай шықты ма сіздерде? 10 және 4 деген жауап. Жақсы, кеттік онда. Органикалық еріткіш ретінде қолданатын ацетонды алуға болатын реактивте. Ацетон, кетонды алу керек. Ал айтыңыздар сіздер. Кетонды неден алатын едік? С дейді. Бұдан не шықпай ма? Альдегид шығады ғой бұдан. CH3, COH. Бұл Кучеровтың реакциясы емес па? Кучеров, альдегид шығып тұр ғой бұдан. Молодец, Дәулет. Екіншілік спирттер тоқтырып алады. Екіншілік спирт деген OH деген екінші көміртекте тұру керек қой міне. 1, 2, 3 көрдіңіздер ма? Біріншілік спирттер тотыққанда альдегид. Оқушылар, біріншілік спирт тотыққанда альдегид. Ал екіншілік спирт тотыққанда кетон. Ұмытпаңыздар осыны. Мысалы қараңыздар сіздер. Мынау жерде OH деген бірден шығып тұр. Мынадан альдегид шығады. Бұны алып тастайсың. Демек бізде А жауабы болады. Дұрыс. Сосын В жауабы болады. Неге? Өйткені ацетиленге плюс су гидратациялағанда альдегид шығады. Ал ацетиленнің гомологтары деген өзінен кейінгілері ацетиленнің. Су қосқанда кетон шығады. А деген точные. Сонда бізде В жауап болады. И келеміз да жаңа айтты ғой, кумолдық әдіспен F жауабы болады міне мынау. Мынадан бізде С6H5OH деген не шығады? Фенол шығады. И плюс С дейсіздер де О шығарасыздар. Мынадан H3 мынау қос байланыс бар мына іште. Мынау фенол, мынау ацетон. Осы 3 жауап болады. Жоқ, дұрыс, купрум. Тотықтыру ғой бұл жерде, тотықтыру. Келесі. Ал олеум шығарайық. 8% олеум алу үшін үшінші ыдыста. Так, олеум алу үшін 200 грамм, мына жақта олеум бар ма? SO3 пен H2SO4. Мынау 10% болса, мынау 90%. 200 грамм 75% күріш қышқылы ерітіндісінде мына жақта не бар? H2SO4 пен H2O бар. 200 грамм 75% оның күкірт қышқылы, 25% су. Еритін күкірт 6 оксидінің массасы. Мынау SO3 бар мына жақта. Мынаны білмейміз. Мынау үшінші ыдыстың 200 плюс X болады. И енді 200 грамм 25% деген 4-тен бірі 50 грамм ғой, иә? Сол кезде мынау 150 грамм бола ма? Ал сіздер шығарыңыздаршы. С сияқты дейді. Ойланыңдар. Так, нақты жауап. Күтем сіздерден. 2 минут уақыт берем сіздерге. Так, В жауабы шығып тұр бізде, иә, Заринада. 259 шықты дейді. Бағжанда. Ақжібек Е жауабы дейді. 217. Мына 11 класс деген кім? Бұл жауабы дейді. Бұл жауабы дейді. Шығарыңыздар.
Ал кеттік. Мен шығарамын енді. Реакция жазамыз. SO3-ке су қосамыз. Бағдаша H2, SO4 шығады, иә? SO3, так, бізде су полный әрекеттес, өйткені SO3 артық жүр ғой мына жақта, иә? Көрдіңіздер ма? Сол үшін судың үстіне 50-ді қоя салыңдар. Асты 18. Мынау реакцияға түскен H2SO4 таба салайық осы жерден. Реакциядан пайда болған H2SO4-ті. Сол кезде бізден шығады 50-ді көбейтіп 98-ге бөлеміз 18-ге. 2,72-де 22-ден жоқ шықты ма? Реакциядан пайда болғаны. Енді о баста бірінші ыдыста сіздерде 150 грамм H2SO4 болды. Оған реакциядан пайда болған 2,72-де 22-ні қосасыңдар. Тең 200 плюс X-тің ішінде неше пайыз H2SO4 бар? 0,9% бар. Енді мына бетің 150-ге 272-де қоссаң 422-де 22 грамм тең анау 180 ба? 200-ді 0,9-ға 180 қосылған 0,9X. 0,9X осы жақта қалдыра салайық та, мынаны мына жаққа минус етейік. 242-де 22. X тапсақ енді что-то 269 менде неге басқадан шығып кетті? Қай жерден қате жіберіп қойдым? 150 бір жерін қоспай жібердім бәлде. Ойбай, иә. Мен бәстен неге анау 10% алып кеткенмін? 8% жоқ, мынау 92% болады ғой. 0,92. Зарина молодец. 0,92. 242-де 22-ні 0,92-ге бөлеміз. Так, тағы шықпай қалды менде. Ойбай, ана жерде қате болады екен, ана жерде. 180 болмайды екен ғой. 184 болады екен бұл жерің. Ал айтатын 422-де 22-ні 238-де 22 болады екен ана жер. Кешірім сұраймыз. Енді ондай болып тұрады. 0,92-ге 258-де 93, 259 шығады. Бұл жауабы. Так, түсіріп алыңыздар. Жалпы оқушылар, так, микрофон ашайын. Ал микрофон аштым, айтам дегендеріңіз болса, өз пікірлеріңізді білдірем дегендеріңіз болса, айта беріңіздер. Так, сіздерге пайдалы болды ма? Құдай қаласа енді жиі өткізіп тұратын боламыз нұсқа талдауды. Пайдалы болды. Иә, рахмет ағай, көп сізге уақытыңызды бөліп. Донорлы акцепторлы қосылыспен байланыс қалай? Донорлы акцепторлы деген аксоний ион көбіне не ғой? Су мен аммиак қой түсетін. Төбесінде артық жұп электрон болу керек. Жұп электронның біреуін мысалға сутекке беру керек қой. Сол кезде аммиак бір сутекке бергенде NH4 плюс ион шығады ғой. Аммиак и су береді сіздерге. Бізде химиялық байланыста бар ғой тақырыбында. Тағы да басқа қандай сұрақтарыңыз бар, оқушылар, пайдалы болды ма сіздер үшін? Не пайдалы? Біраз еске түсірдік па? Біраз дүниені? Иә, ағай. Иә, тамақ ішіп көріп отқандарға ас болсын дейміз. Барлық фокусын бізге қойып отқандарыңызға қойып отырып көрген оқушыларға зейіндеріңіз ашыла берсін дейміз. Жалпы сіздерге бар жақсылықты тілейміз, иә. Қатысқан оқушылар бар, қатыспаған оқушылар бар. Барлықтарыңыздың Құдай қаласа осы аудиодан жоғары балл алып, сіздердің осы грантқа түскен қуанышты сәттеріңіздің куәсі болуға біз дайынбыз. Бірақ ол үшін сіздер көп еңбек етулеріңіз керек, көп жұмыс жасауларыңыз керек, сабақтарға көп қатысуларыңыз керек, көп қайталауларыңыз керек. Так, енді айттым, алдағы аптаға бүкілдеріңіз 8-ші сынып бойынша зачетқа дайындалып жүріңіздер.
7-ші сыныптағыдай дәл сондай форматта квизбен тапсырасыздар. Барлықтарыңыз қосылып отырып. Түсіндіңіздер оқушылар, иә? Содан кейін 9, содан кейін 10, сөйтіп 11 бірыңғай теория жасайсыздар. И ол болғаннан кейін, Құдай қаласа біз дайындап жатырмыз, органика мен биорганика реакциясын болып қалдық. Полный биорганикадағы, яғни кітаптағы бүкіл биорганика реакциясы и органика реакциясын береміз, содан зачет тапсыратын боласыздар. Так, басқа айтарларыңыз бар ма оқушылар маған? Тағы да өзінің пікірімен білдіремін дейтін оқушылар бар ма ана жақта? Өз пікірімен білдіремін дейтін. Аха. Эфир сақталды. Аяқтап беріңіз эфирді.